Қазақ ұлттық университетінің бейіндік мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Батыржан Бағдат. Менің ғылыми жоба тақырыбым планиметрия есептерін геогебра бағдарламасы арқылы пайдалану. Зерттеудің мақсаты бұл бағдарламаны ақпараттық технология арқылы қолдану және оны теориялық тұрғыдан негіздеу. Ал негізгі міндет ол осы курсты геогебра бағдарламасында пайдалану. Геогебра бұл тегін таралатын геометрия және алгебраны байланыстыратын компьютерлік интерактивті бағдарлама. Бұл бағдарлама тегін болғандықтан оны кез келген компьютерге орнатып қолдануға болады. Әсіресе мектеп оқушыларына жаңа тақырыптарды түсіну үшін, кез келген өзіне керек графиктерді салу үшін және математика формулаларды түрде жеткізуге арналған ең тиімді бағдарлама. Енді бұл бағдарламада сынық сызықтың кескінін алу үшін біз ломанная сайманын таңдаймыз. Ал одан кейін расстояние немесе длина сайманын таңдап, осы сынықтың ұзындығын табуға болады. Сынық сызықтың төбесі мен пішінін біз тышқанның сол жақ батырмасы арқылы өзгерте аламыз. Ал сол сынықтың өлшемдерін, нүктелерін біз оң жақ батырмасы арқылы өзгерте аламыз. Ал енді кесіндегі орта перпендикуляр. Біз ең алдымен бірінші АБ кесіндісін саламыз. Екіншіден АБ кесіндісіне ортақ перпендикуляр саламыз. Одан кейін ортақ перпендикулярдан кез келген С нүктесін белгілеп, А және Б нүктелерімен кесінді арқылы жалғаймыз. Ал енді арақашықтық немесе ұзындық құралын таңдап, С нүктесінен А және Б нүктелеріне дейінгі қашықтықты табамыз. Енді нүкте батырмасы арқылы А нүктесін белгілеп аламыз. Түзу батырмасын басамыз және А нүктесі арқылы 3 түзуді жүргіземіз. Ал енді жазықтар пайда болады. Бұл жерде 6 жазықтық. Қорытындыға келетін болсақ, жалпы бұл бағдарлама математикада, геометрияда кез келген түзу, кесінді, график болсын сызуға арналған ең тиімді бағдарлама және бұл бағдарлама арқылы оқу процесінің қажеттілігіне сай жүйеленіп технологияндырылды. Назарларыңызға рахмет.